Ауырып емделетін жер іздеп жүрсеңіз, грыжа, буын ауруларынан, инсульттан, эпилепсиядан осы шипалы емдеу орталығына келіңіздер. Орталық Астана қаласында орналасқан, директоры академик Қайрат Айдарханұлы. Атым Қайрат Айдарханұлы. 1978 жылы Қытайдың Шинжаң медицина университетінде жалпы медицинаға оқуға түсіп, 6 жыл медициналық жалпы медицинадан білім алып, 1 жыл практикасы бар. Одан кейін қоғамға шыққаннан кейін өзім хирург болдым. Хирургтың құрсақ хирургі, травматолог, осы хирургтерді ұзақ жыл істедім, 30 жылдай. О жақта доцент атағын алғаннан кейін мына медиа академияға келдім. Қазақстан одан тамақтану немересінде біраз Ерболат Дәленов деген академик ағамыздың шәкірті болдым. Кейін профессор атағын алдым. Ұлттық ғылым академиядан Астана медиа академиясының тамақтану немересінен академик атағын алдым. Ерболат Дәленов академик ағамыздан, ол кісі марқұм болды. Төрегел Шарбанов ағамыздан тәрбие алдық. Ұзын уақыт, әзір дәрігеріне 40 неше жыл болды. Өзім толық Қазақстан Республикасының азаматы болған 16 жыл болды. Шипалы емдеу орталығын ашқаныма осы Астанаға келіп 20 жылдың үстінде болды. Осы отаныма, еліме келгеніме бақыттымын. Әзір өзім осы травматолог жағымен жұмыс істеймін. Негізі мағынам сол болғандықтан жан-жақтан мемлекетіміз сыртынан жақын республикалардан, шетелдерден көп келеді. Осы Қазақстан өлі бойынан келеді. Көбінде бел буын омыртқаларында негізі әзір мамандықпен жұмыс істеп жатырмын. Өзім 2019 жылы құрмет ордені алғам, 2018 жылы Астана медиа университетінің академик атағын берген. 3 жылдың алдында ұлттық ғылым академиядан Алматыдағы профессор атағын берген. Сонымен әртүрлі марапаттар алғам. Енді ол марапат емес, халықтың бағалап, халық бізге сеніп, халық риза болып батасын. Енді Қайрат Айдарханұлы, сонда сіздерге ең негізгі келетін аурулардың қайсы түрі? Көбінде мына бел омыртқа келеді, гіржі келеді. Протезия, гіржі деміз, мойын, бел, тізе, осылардағы атроз, артриттер келеді. Одан әртүрлі өзім ғылым кандидатын өт ауруынан қорғалғам. Өт ашқазан келсе, оны қараймыз, шөп дәрі береміз, өкіліміз бар, омыртқадан қоятын. Және әртүрлі шөп дәрілеріміз бар, массаж, гидромассаж дейміз. Жалпы осындай емдеу жолдарымыз бар. Шипалы емдеу орталығымызда 20-ға таман қызметкерлеріміз бар. Түгел оқыған жоғары білімді дәрігерлер. Көбінде бізге негізінен 95% сол бел омыртқадан келеді, мойын, бел омыртқа. Соны емдейміз. Сол келген адамдар бәрі жазылып кетіп жатыр ма? Аллаға тәуінде 1000 адам болса, 1-2 адамға көмек болмай қалуы мүмкін. Кейбіреулер режим асқындырып алып. Асқында адаммен өте аз. Коляскадан қалған, отадан кейін несіреді, ота жасап жүре алмай қалған адамдардан тұрған адамдар бізде өте көп. Бел омыртқадан тұра алмай қалған, ота жасалғаннан кейін тұра алмай қалған адамдар өте көп. Біз енді осыларға өзіміздің жүрек арқылы ниетімізбен емдейміз. Жаңа медицина мен Қытай медицинасын, ұлттық қазақ медицinaсын араластырып емдейміз. Сонымен оның нәтижесі жақсы. Әзір осыға шекейін мен 200 мыңдай адам көрдім екен деп ойлаймын. Осы 40 жылдың үстінде күніне 50-60 адам келеді. Емделетін бар, емделмейтін бар, бірақ тамыр ұстауымыз тегін. Тегін өзі қойып береміз. Соны қосқанда 200 мыңдай адам болды. Жалпы белден омыртқалығына 100 мың үстінде адам болды. Бір уколдан грыжаны жазылып кеттім деген кісілерді естідім. Сол рас па? Бір уколдан жазылып кетуі мүмкін бе? Мына Тарғабатайдың Ақсуат деген ауданнан келген, Семейден келген, одан кейін Жезқазғаннан келген, Түркістаннан келген, Қостанайдан келген, және көбінде мына Қызылорда жақтан келеді. Олар кейбір адамдар 1-2-ден орнынан тұрып кеткендер болды. Бірақ көбі ондай болмайды. Біз оны 3 рет, 5 рет, 7 рет кішкене емдейміз. Одан кейін жазылып кетеді. Енді 1,5
Алланың қалауы ол бізге сеніп селбескенімен келу керек, иә? олар сеніп келген, бір өкілден де орнынан тұрып кеткен адамдар болды, енді коляскіден. Ол енді ұзын уақыт күтуге тиісті науқас болады, бел омыртқаны. Аяқтан суық өтпеу керек, өте ауыр көтеріп қоймау керек. Сонда бұл адамдар ұзақ жылға кейін бізге 15 жыл, 20 жылдан кейін деп маған келіп жататындар болады. Алла біз Шипалы десе бәрі Қайрат академик деп сізді біледі екен, солай таниды екен. Қайрат аға, одан кейін онкология аурумен болса мысалы, қандай? Оны онкологияға маған, мына онкологияда бұрын жіберіп тұратын, осы бірнеше жыл жіберген жоқ, олардан көп келеді маған. Ана дәрігер айтты, мына дәрігер айтты, мен оны өзім дәрі жасаймын. Қытайдан алған ресебім бар, жаңа Алматыда Орал Бимолла деген бауырымыз бар, үлкен шөп зерттегі мықты. Осы азаматтың көмегіне сүйенем. Одан кейін менде мына жерде менімен бірге істейтін Амантай Абидин деген кластасым, досым бар. Екеуміз 48 жыл болды бірге жүргелі. Ол өте жоғары маман. Кейде сол көбінде Амантай дәрігер досымен, ол бұрын травматолог болған, Қытайдың мед академиясында бірінші емханасында травматология хирург дәрігер болып атамекенге келген. Осы еліме көмектесең халқыма деп Алматыдағы Сығанып емханасында да біраз жыл істеген. Мына медиа академияда да болдым, дәріс өтті. Ол мықты профессор досым, әрі дәрігер, екеуміз осы бірге келе жатқалы 48 жыл болды. Кейде сол кісіден көп бір-бірімізге медициналық жақтан кеңес алып отырамыз. Содан кейінгі ең халық арасында тараған инсульттан кейін тоже елдер енді поликлиникаға барады, онда шамалар жетпей қалады, артынан бір емдейтін қасында отыратын кісі керек болады. Сіздерде инсульттан кейін көмектесе аласыздар ма? Біз инсульттан бізге көп келеді. Мен өзім арағында нейрохирургияда біраз жыл істегем. Өзім жаңа травматолог, нейрохирург деген науқастарды мен өзім жақсы емдеймін. Бізге өте көп мына келіп жүргеннің 30-40% сол инсульттан алғаннан кейін, қан қысымынан миға қан құйылғаннан кейін қан тамыр буылып, осындай бізге 30-40% адам келеді. Әзір ішінде жатыр бірнеше адам. Көбі тұрып кетеді орнынан. Жақсы. Оны Амантай Абидин деген жаңағы айтқан дәрігер, ол енді иненің маманы, Жандос Айран деген дәрігер бір, басқан массаж жасайтын Самат, Талапбек, Нұрбол, Дінмұхамед деген дәрігерлер бар, олар да мықты. Ол дәрігерлеріңіздің бәрі сол Қытайда оқып келген? Қытайдан оқыған, сол жерден білім алған. Кейде массаждағылар мықтылар. Олар да 4 адам істейді. Әр адам өз мамандығына қанық. Алаңдамаймын мен, өйткені олар түгел оқыған, осы жерден де бізден де қосымша тәрбие алып отырады. Амантай енді академияда мұғалім болған кісі. Олар тәрбиесі өте жоғары, олар әрі хирург болған, мен әрі мұғалім болған. Мен енді бірыңғай хирург болдым ғой. Сонымен ол кісі дәріс өтіп тұрады. Кемелде ол мықты дәрігер. Эпилепсия деген мысалы аурумен келсе көмектесе аласыздар ма? Көмектесеміз. Біз жаңағы ине бар, немене бар, дәріміз бар, шөп дәрі. Өткенде Жапониядан бір азамат келді, қазақ азамат екен, бұрын Қытайда болған. Ол азаматпен де осы мына ауру жөнінде, әсіресе ол балаларға науқастарын жақсы қарайды екен. Сонымен мен жарым күн үлкен бір өзім түсіне алмай жүрген түйіндерді сол азаматтан енді баламыз секілді екен, 80 жылдың баласы екен. Содан ол Жапонияда атағы бар, осындай мықты дәрігер екен. Сонымен біраз жаңа көзқарастар алдым. Өзім жылда Қытайға бірнеше рет барып тұрамын академияға. Олардағы дәрігерлермен кеңесіп тұрамын, телефонмен де, сөткіммен де байланыс жасап тұрамыз. Біздің өзіміздің кейбір шамамыз келмей бірген, ол кісілерден де консультация алып тұрамыз. Емдеу жолын ортақ ақылдасамыз. Аллергия деген көп. Одан кейін оғанда аллергияға дәрілеріміз бар, шөп дәріміз бар. Алдымен тамыр ұстаймыз. Біз енді ұзын уақыт осы тамырдың қыр-сырын жақсы игердім мен. Өзім хирург болғанмен де. Сонымен тамырдан диагнозын айқындата аламыз. Кейбір емханадағы анализдарға сүйенеміз. Осы арқылы біз енді емдейміз. Енді біз көбінде мына омыртқалар екен, алдымен еміртаға сүртеміз. Соның еміртасын көріп,
кіржісінің қандай болып тұрған, кіржі ме, протезі ме, қандай, қанша кіржі, сол орны қандай, арқылы сіздер сол арқылы емдейміз. жүргізесіздер. Ал жас аралығы қалай болады? Егер кішкентай баланы, жас баланы, кішкентай Оны, бала ондай әкелмей ме сіздер? Әкеледі, оны Қарай бересіздер, иә? онда қараймыз. Біз көбінде енді үлкен адамдарды, балам енді жас балаларды жақсы қарайды. Өркен деген менің үлкен ұлым бар, дәрігер. Ол кішкене балаларға қанық. Ол екеуміз әзір мына жерде отырып көріп отырмыз. Ол әзір медакадемия Қытайға кеткен, енді жуықта келеді. Әкелі балалар екеуміз де дәрігер болып отырмыз. Енді кішкене баламды дәрігерге тәрбиелеп жүрміз. Соңғы сұрақ қояйын. Мысалы, сіздерге басқа қаладан іздеп келеді. Примерно қанша ақшамен келу керек? Біз ақшасын айта алмаймыз, өйткені сұрайды. Біз енді ұзақтан келе жатырмыз, өйткені біз оның сол сұрақ ердің бәрін мазалай ма деп алдын ала айтқан тұра біз оған білмейтінбіз, оның ауыру қандай диагнозын білмейміз, одан қаншалықты емдеуге болатынын біз жалпы білмейміз. Егер оған сізге сіз бәленбай ақшамен келдігінен кейін оның ақша жетпей қалса ренжиді екен. Сіз ерте көбірек айтқан болсаңыз біз көбірек әкеліп жетті. Содан кейін біз енді оның ауруымызды қаншалықты емдеуге болатынын біз білмейміз ғой. Диагнозына қарап, содан сомасын айтамыз. Біз қымбат емес. Жаңа мен сізге бір уколдан тұр кетіп жатыр екен деген сұрақты бекерге қойғам жоқпын. Өйткені мен өзім кеше осы аяғыма массажға келген кезде бір кісі айтты. Бір уколдан тұр кетеді дегеннен кейін бір-ақ күнге ғана келіп біз сонау қай жақтан деді, бір жерден дейді. Содан кейін сұрап жатқан ғой. Сонда бір жеті деп келгендері дұрыс негізі, е? Мысалы 5 күн. Шама болса 5-7 күн. 5 күн, 7 күн. Көбі 3-5 күнге келеді, 7 күнге шыдай алмайды. Орын жоқ, біреудің үйіне жасаған қайсыз, кәсінізі да қымбат. Сонымен біз оны көп ұстамаймыз, 7 күнді көп ұстамаймыз. Тек қана инсульттан алған адамдар болса, 7-10 күн, одан парализ адамдар болса, әртүрлі енді. Осыларды біз біраз ұстаймыз. 12 күнге шейін ұстайтын адамдарымыз болады. Одан кейін мына бет немере дейміз, трашный нерв тамыр дейміз. Оларға біраз 12 күнге шейін ұстаймыз. Өйткені ол ине 5-6 күнде жазылып кетпейді. Одан басқасында біз көп ұстамаймыз. Негізі қайтады нерв беттегі қисай қалғандар, ол жазылып кетеді. Ол енді қорықпай айтамыз. Бізден жазылып жатқан адамдар ол жетеді енді. Енді мен мына жерде ойлап тұрмын, негізгі халықтың сұрайтын сұрақтарын қойдым деп, сіздерде бастан аяқ толық барлық ем бар. Халықтың бәрі, міне келгендердің бәрі ризалығын білдіріп кетіп жатыр, келген. Жаңа бір апа бата беріп кетті. Көкшетаудың апасы екен. Бір кестіріп отыр батасын берді. Мен оны енді немереге сүрткен жоқпын, өзім ұяламын енді. Сізден сол кеше күні келгеннен бері ойлап жүрдім, осы Қайрат ағадан бір интервью алсам, бүкіл халық білсе екен деп жатыр. Бүкіл халық Қазақстан біліп, сіздерден мына орталықтарыңыз үлкейе берсін. Өте қуаныштымыз сіздердің бар екендеріңізге. Бәр жақсылықты тілейміз. Рахмет сіздерге, Қайрат аға. Жұмыстарыңыздың жемісін көре беріңіздер. Рахмет, еліміз аман, жұртымыз бай болсын, қазақ халқы ауырмасын, соны тілеймін. 3 күн гидромассаж алдым. Аяқты 10-15 минут жылы суға парлап, одан кейін барып массаж басталады. Ол массаждың кереметтілігі қан айналымын жақсарту, шаршау мен ауырсынуды басып, бұлшық етті босаңсытады, ісінуді қайтарады, жүйке жүйесін тынықтандырады. Бұл өте керемет мықты массаж. 3 күн аласыз, одан кейін ары қарай да емдеріңізді ала бересіздер. Бұл орталықта ең Қазақстан Республикасының мықты дәрігерлері жиналған. Келіңіздер, емделіңіздер.